Құрметті отандастар, мен Ақмола облысы Астархан аудандық сотының төрағасы Дәулетияр Бөрбайұлы Машрапов. Халқымыздың данада дара ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Сарманқұлұлы Әміровтің бастамасымен әр сөзінен ұғындырған ұлылық атты эстафета челленджіні қабылдай отырып, сіздердің назарларыңызға ұлы ақынның адам баласының бойында жиі кездесетін мақтаншақтық мінезді сынаған 21-ші қара сөзін ұсынбақпын. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағаны қиыныз. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп айтам, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін-өзі бағалы есеп қылмақ, яғни надан атан бастығын, жеңіл атан бастығын, мақтаншақ атан бастығын, әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесем екен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі демесін демейді, дейсін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгілі әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың үш түрі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық, мақтандыз дейді. Ол надан. Ләкин надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық, мақтандыз дейді. Оның надандығы тол, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, я ауылына ғана келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтандыз дейді. Ол наданның наданы, ләкин өзі адам емес. Деп Ұлы Абай адамның мақтаншақ мінезін туралы терең пәлсапалық ойын білдірген. Қадірменді замандастар, осы эстафета челлендж әрі қарай жалғасын табу үшін оны әріптестеріме жолдаймын.